Достар, бүгін сіздермен бауыр жайлы әңгіме айтайық. Біле жүріңіз, артық етпейді. Адамның бауыры өзін-өзі тазартатын жалғыз ағза. Ол 30-ға жуық биохимиялық функцияларды орындайды. Десе де, адамның күшімен тазалауды қажет ететін кездерде болады. Ол кезде емханаға немесе шипажайға баруға тура келеді. Оған уақыт тапшы болса, кейде қаржы мүмкіндік бермейді. Осындайда бірнеше маңызды ережелерді сақтай отырып, үйде бауырыңызға көмектесе аласыз. Бауыр неге шылаққа толып кетеді? Бауырдың ең қауіпті жауы алкогольді ішімдік. Оның құрамында этил спирті ақуыздардың синтезіне, көмірсулардың өзгеруіне және эндогендік компоненттердің жойылуына жауап беретін дене жасушаларын бұзады. Осыған байланысты бауырда созылмалы қабыну пайда болады. Кей жағдайда токсиндік улану мен дәрі-дәрмектің әсерінен де бауыр ауырады. Дұрыс емес тамақтану да әсер етеді. Сізге шамадан артық тамақтансаңыз, майлы және тәтті тағамдарды жесеңіз, қарныңызды фастфудпен тойдырсаңыз, одан да бауырға артық салмақ түседі. Одан бөлек метабиологиялық бұзылулардың семіздік және вирустық ауруларда бауырға зиян екенін ескеріңіз. Отырықшылық, өмір салты да бауырдың жұмысын бұзатынын біле жүріңіз. Бауырдың шылаққа толғанын қалай білеміз? Егер теріде проблема болса, жүрек айныса, қыжыл және кекіру мазаласа, іш қатса, ауызға ащы дәм келсе, одан сізге бауырыңызды тазалауға тура келеді деген сөз. Бауырды қалай тазалаймыз? Бауырды тазалату үшін дәрігерге дәрі-дәрмек тағайындайды. Арнайы диета ұсталынады. Ал егер үй жағдайында бауырды шлактан, токсиннен тазалауды таңдасаңыз, онда мына кестені орындағаныңыз жөн. Дұрыс тамақтану. Тамақтану мәзіріңізді қайта жасауға тура келеді. Себебі тізімдегі қуырылған, тұзды, ащы және ысталған тағамдарды, консервілерді, күшті ет сорпаларын сызып тастаңыз. Оның орнына көкөністермен, жемістермен, қышқыл сүт өнімдерімен байытыңыз. Бұл тағамдар өттің ағуын жақсартады. Бауырға пайдалы азықтар. Көкөніс, кәді, қырыққабат түрлері, асқабақ, қояншөп, қызанақ. Көктер, аскөк, асжапырақтар, күнзе, ақжелкен. Цитрусты жемістер, грейпфрут, апельсин, лимон. Жеміс-жидектер, алма, банан, құлпынай, інжір. Жармалар, кебек пен сұлы. Өсімдік майы, күнбағыс, зығыр, зәйтүн және жүгері майы. Сүт өнімдері, сыр, творог, йогурт, қаймақ. Көкөніс шырындары, сәбіз, қызылша және қияр бауырға өте пайдалы. Олар араластыруға немесе бөлек ішуге де болады. 1-2 апта бойы күніне 2-3 рет жарты стакан ішсеңіз, бауыр тап-таза болады. Су ішу. Бауырды тазарту үшін сұйықтықты жеткілікті мөлшерде ішу керек. Күніне кем дегенде 2 литр ауыз суды тұтыну ұсынылады. Дәстүрлі медицинада көк шай мен көк шөп тұнбаларын ішу керемет көмектеседі. Шөптер жинағы. Шайқурай, жалбыз, ата тікен, қайын жапырағы, итмұрын. Аталған шөптің тұнбалары өтті айдап салып, бауырды тазалауға өте көмектеседі. Су емі. Ванна немесе сауна да денеден токсиндерді кетіре алады. Шамадан тыс терлеу арқылы токсиндер жойылады және тесіктер жақсы тазаланады. Осылайша сіз иммундық жүйені нығайтасыз. Су емін қабылдаудан алдын жылы су немесе өт айдайтын тұнба ішіңіз. Сонда нәтижесін өзіңіз ойлағандай ғып көресіз. Физикалық белсенділік. Отырықшылық өмір салтын өттің толуына себепші болуы мүмкін. Сондықтан спортпен айналысу және дене шынықтырумен айналысу маңызды.
көбірек таза ауада жүріңіз, серуендеңіз, билеңіз, жүгіріңіз, сонда өтіңіз толмайды. Күнделікті режим мен тыңғылықты ұйқы. Тамақтану және физикалық белсенділіктен басқа, жақсы ұйқы да бауырдың саулығы үшін маңызды. Бір уақытта ұйықтауға тырысыңыз. 6 сағаттан артық ұйықтаңыз. Бауыр ұйқы кезінде белсенді жұмыс істейді. Қандағы майларды кетіре бастайды және улы заттарды шығарады. Ерекше белсенділік түнгі сағат 1-ден 3-ке дейін жүреді. Тазалау кезінде Е және С дәрумендерін, сондай-ақ антиоксиданттарды қабылдау ұсынылады. Қосымша заттардың дозасы мен қолдану ұзақтығын емдеуші дәрігер және өз дәрігеріңіз тағайындауы мүмкін. Бауырды тазартудың әдістерін қолданып көргеннен кейін сіз өзіңізді жайлы сезінесіз. Кімге бауырды тазалауға болмайды? Панкреатит және гепатит кезінде бауырды тазалауға тыйым салынады. Оған қоса, жүкті және емізулі әйелдерге жасауға болмайды. Сіздермен бірге болған Мадина. Өздеріңіздің денсаулықтарыңызды күтіңіздер.